естіп көріп отырғандар міндетті түрде лайк басып, комментарий жазып, WhatsApp, Facebook, Instagram, Telegramға бөлісіп, Алпыс апа 70 жезделеріңізге жеткізіңіздер. Өте жағымды жаңалық, алақайлап, сүйіншілеп айтуға болатын жағымды жаңалық. Дүйсенбінің таңында мына бір орыс, өзі орыстың ішінде де сүйкімді адам бар екендігін дүниеге дәлелдеді. Енді тура мынандай бір орыс шығып, дүниеге орыстың ішінде де соғысты ұнатпайтындар бар екенін дәлелдемесе, менің өзімде орыстың ішінде шовинисті бар ма жоқ па деп ойланып қалған. Бұл өте жағымды жаңалық және қуанышты жаңалық. Бұл жаңалықтың қуаныштылығы соншалық, бұл дипломатиялық тарихта сирек кезетін құбылыс, Және бұл дүние жүзінде қазір әлемдік ірі медиаларда шу-шұрқан болып талқыланып жатыр. Путин ине жұтқан ит құсап үндемей отыр. Ресейдің бүкіл шовинистері тура ине жұтқан иттен арман, немесе төсекке сиіп қойған ересек бала құсап ұялып бетін басып отыр. Не істерін білмей, жаңағы отырған отырыс осы болып тұр. Қысқасы сазарып көкпеттеніп, орыстың шовинистері сол біріне бірі қарсы жаңағы ата-бабасына мұраға қалған боғауыздарын бұрқыратып отыр. Енді бұл жаңалық енді көп созбай қысқаша айтайық. Бұл Ресейдің Женевадағы дипломаты. Бұл сарының аты Борис Бондарев екен. Бұл жаңағы Женевадағы Ресейдің дипломат қызметкері ретінде жұмыс істеп отырған. Бұл ресми дүйсенбі күні, со Женева уақытында дүйсенбі күні қызметтен кететіндігі туралы өтініш хатты Ресей мемлекетіне тапсырған. Және сонымен қатар бүкіл дүниежүзілік медиаға Ресейден қызметке кететіндігін, яғни дипломат ретінде Путиннің саясатына қарсы екендігін жариялады. Ол тіпті бүйтіп айтты: Never have I been so ashamed of my country дейді. Мен өзімнің мемлекетім үшін ешқашан дәл осындай ұялып көрмеген едім дейді. Бұл енді Борис Бондарев, бұл енді жақсы екен. Өзі орыс болса да жақсы екен. Өзі орыс болғанмен бұл шовинист емес екен. Орыс бола отырып шовинист болмау дегенің енді сирек кезігетін құбылыста, өте сирек кезетін құбылыс. Сонымен бұл және халықаралық ақпараттарға берген ақпаратында бұл қазірше Женевадан кетпейтіндігін айтқан. Тіпті бұл енді саяси баспана сұрауда мүмкін. Қазірше ол туралы сөз жоқ. Ол міне 20 жылдан бері осы мәселеде жаңағы Ресейде жұмыс істеп келе жатқандығын, дипломатиялық карьерасын for 20 years of my diplomatic career дейді. 20 жылдан бергі менің дипломатиялық жұмысымда мен дәл осындай ұятты болып көрген жоқпын. Путиннің Украинге жасаған соғысы қылмыс, ол Украин халқына ғана емес, бүкіл орыс халқына қарсы қылмыс жасады. Маған көптеген дипломаттар аузыңды жұм дейді, бірақ мен жұмбаймын. Олардың бәрі соғысты жақсы көрмейді, бірақ олар бәрібір біз жұмыс істей беру керекпіз дейді. Мен үнсіз қала алмадым, қысқасы осылай кеткен. Енді бұл өте жағымды жаңалық. Қысқасы бұл енді Путиннің төбесінен тура, Путиннің төбесінен ұрды енді тура. Аңқ еткізіп, жүректің тұсынан ұрып, Путинді былайша айтқанда талдырды. Ана талтаң еткен Путинді талдырды. Оның ертіп алған сақал дейді, анау Рамзан Қадыровты талдырды. Қысқасы бүкіл орыс шовинистерінің төбесінен ұрды. Бұл енді үкіметтік қызметте бұндай масқара адамзат тарихында сирек болады. Бір мынау Борис Бондарев, әсіл осының шежіресін тексеріңдерші, осы өзіміздің балам екен. Баяғыда біздің енді мынау орыстың сыйға тартқан қыздарын алып, сол жақта қоныстанып қалған біраз қазақ бар ғой, анау Ярмаков, анау Романов әулеті, орысты бәленжіл білеген, бәрі өзіміздің қазақтар ғой солар. Солар орыстар қыздарын береді, одан оның ұлдары да орыстан алады, оның ұлдары орыстан алады. Сөйтіп бұлардың бәрі орыс болып кетті ғой. Қанша румен, тайпасымен орыс болып кетті. Мына Борис өзі орыс болғанымен шовинист емес екен өзі. Енді қысқасы разы боласың.
Қысқасы Путиннің енді тура тұмсықтан ұрып қан жоса қылды. Масқара болып Путин енді жер әлемде масқара болып отыр. Бұл енді адамзат тарихында дипломатияда бұндай тіпті анау мынау жер емес. Бұл Женеваның жаңағы дипломаты Біріккен Ұлттар ұйымында жұмыс істейтін. Бұрын өзі жаңағы Камбоджа мен Монғолияда дипломат болған екен. Енді Женевадағы Біріккен Ұлттар ұйымында істеген. Қазір енді бүкіл дүние жүзі енді қысқасы Ресей тарапынан қандай не болады деп отыр. Енді Путин бұны өлтірсе тағы болмаған, өлтірмесе тағы болмаған, өлтірсе бүкіл дүние жүзі осы үшін өлтірді дейді. Ал өлтірмесе басқалар бұны көріп осыған еліктеп бәрі қызметтен кетуге өтініш тапсыру мүмкін. Әсіресе Еуропа, Америкадағылар енді оларың да демократиялық елде өмір сүріп үйреніп қалып, Путиннің есек бастығын бәрі біліп отыр. Қалай Ресейдің құлдырап шипасы бітіп жатқанын, жалғыз ауаша қалғанын, оқшауланғанын көріп отыр. Енді олардың бәрі еліктеп кету мүмкін. Сондықтан Путин бұны өлтіруде мүмкін, өлтірмеуде мүмкін. Жаңағы ауылда ғана бір сұмырай бақса, сен әйеліне айтыпты дейді ғой, біреудің әйеліне. Ұл туған ба, қыз туған ба, не ұл туасың, не қыз туасың деген сияқты. Сол екіде бір. Путиннің дағдылы тәсілі бойынша өлтіреді. Себебі басқалар еліктеп кетеді. Енді өлтірмейін десе, сол өлтірейін десе батыстан именеді. Қысқасы ине жеген ит болды деген осы. Бұл бірінші жағымды жаңалық. Сүйіншілеріңізді дайындай беріңіздер. Бұл бір. Екінші жағымды жаңалық. Мынау Starbucks деген әлемге әйгілі кофе бизнесі бар. Бүкіл жер шарында енді әлемнің қай бұрышына барсаң, Африканың орманына барсаң да сол Starbucks бар. Мына мен өз Америкада көлікпен қыдырған жақсы көрім. Оңды солды қыдырғанда сол Starbucks'ты тауып алып ішем. Кофесі енді ерекше дәмді енді. Ұйқыңды да ашады, жолда шаршауыңды да басады жаңағы. Сол Starbucks міне өз 20 жылға жуық па, қанша жыл өз 15 жыл ма Ресейде ашыпты екен. 130 дүкені бар екен. Ресми қызметкері 2000 екен. Ойлаңыздар. Бейресми қызметкері, тазалықшысы, анау-мынау материал жеткізушісі, қамбашысы, скалатшысы, уақытты қызметкері, әжетхана сүртушісі, еден сүртушісі деген болып, енді есептей бер қанша қызметкері бар. Ресми контрактты қызметкері 2000 екен, соның бәріне үйіндегі айлығын беретін болып, сонымен бүкіл қызметін Ресейден шегіндіретін болып. Бұл да Ресейге берілген үлкен соққы. Сіздер ойламаңыздар, оның 130 дүкені бүкіл Ресейде не қой дейсің деп. Бұның бәрінің символдық мәні бар, сипаты бар. Және бұл мемлекетте бұның жаңағы жоғары қауымның бір өміріне уәкілдік етеді. Бұл да бір батыстық жаңағы өмірдің бір үлгісі. Starbucks'та кездесу, Starbucks'та кофе ішу, анау зерттемендер, студенттер Starbucks'та ұзақ отырып тегін Wi-Fi-нан пайдалану. Бұл да бір батыстық өмірдің бір стилі болып қалыптасып қалды. Әдетте бізде біреумен жүздеспекші болсақ, әңгімелеспекші болсақ, жаңағы ыстық тамақ ішудің қажеті жоқ кезде Starbucks'та барып сағаттап отырып әңгімелесіп қайтамыз. Енді бұның Ресейден шегінуі батыс пен Ресейдің ортасында үлкен қысқасы жіктеліс туғандығының тағы бір айқын дәлел болып тұр. Бұл енді сигнал, бұл кәдімгі домино эффекті. Бұл енді көшкін қар сияқты бір басталды, енді ары қарай оның жалғасқан жаңа нәтижелер шыға береді. Бүгін Starbucks, ертең басқасы, сөйтіп қысқасы Ресей бүкіл дүние жүзінен оқшауланып қалған. Бұл өте жағымды екі жаңалық. Мен сіздерге бүгін осыны жеткізіп отырмын.